Басқа адамға да ашулануға мүмкіндік беріңіз. Егер сіз дауыс көтерсеңіз, оның да дауыс көтеруге құқығы бар. Ұялту кезінде айтылғанды түсіну үшін басқаның саналы ақылы керек. Егер біреу бір нәрсені бір кезде қалай істеу керектігін еске салса, біз әрине онымен келісеміз. Меніңше, әрбір есті адам өзінен жақсы кісінің қасынан табылуға тырысады. Әсемдіктің жолы ауыр. Ешкім кездейсоқ жақсы адам болып шыға келмейді. Бала тәрбиесі мемлекеттің маңызды міндеті. Көргенін, білгенін айтпаса, аға кінәлі. Ештеңені білмейтін, ештеңені білуге талпынбайтын адамның жағдайы қиын. Өйткені оның бойында екі кесел бар. Бірі топастық, екіншісі жалқаулық. Ақылдылар табады, ақылсыздар жоғалтады. Кедейлік мүліктің азайғандығы емес, қомағайлықтың артқаны. Достық теңдіктен басталады. Патша дана тұлға болғанда дүние шырайлана түспек. Басқаларды бақытты етуге тырыса отырып, өз бақытымызды табамыз. Заңнан ақылды болудың қажеті жоқ. Өз-өзіңді жеңу жеңістердің жеңісі. Ақымақтықтың екі белгісі бар. Бірі өзіне пайдасы жоқ нәрсені әңгіме қылуға бейім тұрады. Екіншісі сұрамаған адамға ақыл айтады. Істі жақсы бастау, жартысын істегенмен бірдей. Тек бір ғана жақсылық бар, ол білім. Тек бір ғана жамандық бар, ол надандық. Мен өмір сүру үшін тамақтанамын, ал кейбіреулер тамақтану үшін өмір сүреді. Мен көп нәрсені білмейтінімді білемін, алайда басқалар мұны да білмейді. Адамдарды таныған сайын өзімнің итімді қатты қадірлеймін. Қалаған адам амал табады, қаламаған адам себеп табады. Ізгілік пен игілік жоқ жерде әсемдік те жоқ. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Өлімді білмей тұрып, одан қорқу қисынсыз сияқты. Арманым азайған сайын Құдайға жақындай түсемін. Әлемді өзгертпес бұрын өзіңді өзгерт. Абыройсыздықпен өмір сүргенше батылдықпен өлген артық. Сөз сүйектен өтпесе, таяқ та көмектеспейді. Табиғат көп көріп, көп тыңдау үшін екі көз, екі құлақ берді. Ал аз сөйлеу үшін бір ғана ауыз берді. Достарыңның жүрегін құр қошеметпен емес, көңілден шыққан шынайы сөздермен жаулап ал. Өмірлік тәжірибесі аз адамның айтқан сөзі аса сезімнен шыға бермейді. Мейлі, маған еліктеп айтса да. Талқыға салған кезде ғана ақиқаттың беті ашылады. Өз шаруаларыңды өзгемен ақылдасу үшін алдымен оның өзінің шаруаларымен қалай айналысып жатқанын қара. Әрбір адам күн сияқты, тек оған жарқырауға мүмкіндік беру керек. Ең кедей адам үйі, жанұясы, ақшасы жоқ адам емес, арманы жоқ адам.